Сәлем, мен бүгін негіз айтайын деген тақырыбым бастағың келіп жүрген істі ертерек бастап кет деп айтқым келеді. Бір нәрсе кіреді, ойыңа кіреді, бір жақсы бір мысль болуы мүмкін да, ол жақсы бір бизнес идея болуы мүмкін. Жоқ, сізді бір жетістікке алып келетін жол болуы мүмкін. Соны дереу бастап кетіңіз деп айтқым келеді. Мен өзімнен білем, оны көп ойлансаң, артынан оған 1045 өзің отговорка тауып аласың да. Ойлап тауып аласың бір нәрселер, сөйтесің де оны жасамаудың амалын қарастыра бастайсың. Потому что өзіңнің комфортный зонаңнан шыққың келмейді. Ол бола ма, болмай ма деген тағы да уайым болады өзіңде. Сөйтіп жүрген кезде уақыттың қалай өткенін білмей қаласың да, ол идея сол күйінше бір идея болып қалып кетуі мүмкін, или болмаса вообще ол бір негативный ой болып өзіңмен өзің оны істеп көрген жоқсың, бірақ өзің сылтау тауып аласың, сонымен оны негативный ойға айырбастап алмастырып қоя саласың да, жылы шауып. Сол үшін айтар едім да, ертерек ойыңыз келді, соны бастап кетіңіз. Мысалға блогты жүргізуді деп айтайықшы, мен өзім блогтан өзімді немді бір жолымды таптым ғой, өзімнің бір жақсы көретін ісіммен айналысып жүрмін да, қазір блог мен үшін сондай. И оған тек қана бір жақсы көретін, бір әншейін уақыт өткізетін нәрсе ретінде емес, именно блогқа сізге табыс алып келетін жол ретінде. Возможно, сіз сауда жасайсыз, мүмкін кафеңіз бар, или бір бизнесіңіз бар жасап жатқан, или бір жолды бастап сондай бизнес жасағыңыз келіп жүрді. Қандай жол болса да, блогтың тиетін пайдасы өте көп. Қазір өзіміз сондай дәуірде өмір сүріп жатырмыз ғой. Мынау көп нәрсені қамтиды. Сол үшін блог жүргізуге келетін болсақ та, осыны ертерек қолға алып бастап кетіңіз да. И нәтижесін көресіз, көп күттірмейді. Мен айтар едім, ешқашанда бір жұмысты бастап кетуге, бір жаңалық ашуға, өміріңе бір жаңалық алып келуге ешқашанда кеш емес. Ешқашанда кеш емес. Мен 42 жасыма келіп блог бастап жүргізіп, содан нәтиже көріп отырған адам ретінде айтып отырмын да сіздерге. Сау болыңыздар, кейінге қалдырмаңыздар. Бүгін болатын нәрсені бүгін орындағандарыңыз дұрыс. Кейін өзіңдеріңіз пайдасын көресіздер оның.